Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін ананас қосылған майонез салатын жасайтын боламыз. Өте дәмді. Бізге ол үшін қияр, асылған жұмыртқа, тауық еті, консервіленген ананас, сыр, жүгері және майонез керек болады. Осы заттарды пайдаланып өте дәмді салат жасайтын боламын. Ең алдымен сырымызды кубиктап, әдемілеп турап аламыз. Біркелкі етіп. Турап болған сырымызды кеңдеу ыдысқа салып, келесі кезекте жуылған қиярымызды тураймыз. Қиярды да дәл солай кубиктап турап шығамыз. Қияр турап болғаннан кейін асылған жұмыртқамызды тураймыз. Егер үлкен тауықтың жұмыртқасын қосатын болсақ, ортасындағы сары уызын алып тастаймыз. Тек ақ уызын осылай үлкен-үлкен етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Ал егер майда жұмыртқа қосатын болсақ, бөдененің жұмыртқасын сары уызымен бірге сала береміз. Қалауларыңызға қарай салсаңыздар болады. Келесі кезекте құс етін тураймыз. Сүйексіз құс етін пайдалансаңыздар да болады. Ал осындай сүйегімен құс еті болса, сүйегінен ажыратып, еттерін осындай үлкен бөліктерге бөліп турап аламыз. Консервіленген ананас жүгерімізді салып, дәміне қарай тұз салып, майонезімізді қосып араластырамыз. Міне осылай біздің салатымыз өте оңай дайын болады. Өте дәмді. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонаққа қойсаңыздар да, үйде жесеңіздер де. Мен рецепт ұнап жатса, комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер.